Қайырлы күн достар, баршаңызға сәлем. Бүгін волейбол анимесінің бірінші сезонының бір бөлімін айтып беретін боламын. Өте эмоционалды аниме. Маған спорт жанры ұнамаса да, бірақ бұл анимені көріп өте қатты әсер алдым. Сіздерге де көруге кеңес берем. Ендеше кеттік. Бұл жолмен ұзаққа созбай бірден біз анимеге өтетін боламыз. Басты кейіпкердің аты Хината. Ол велосипедпен жүріп бара жатып, Карасун орта мектебінің волейбол ойынын байқайды. Матчта ол өзінің бойына қарамай қарсыласты жеңіп жатқан кішкентай алыпты көреді. Хината оның ойыннан қатты шабыттанғаны соншалық, 3 жылдан кейін ол мектептегі волейбол жарыстарына барады. Бірақ Хината оқыған орта мектепте ұлдарға арналған волейбол клубы болмады. Сондықтан ол қыздармен немесе волейбол ойнауды мүлдем білмейтіндермен жаттығуға мәжбүр болады. Бірақ мұндай кедергілерге қарамастан бірге волейбол ойнайтын адамдарды табады. Бірақ қасындағы адамдар баскетболшылар болады. Оның командасы 6 ойыншыны әрең жинайды. Яғни олар алмастырусыз ойнайды. Команда үшін бұл бірінші тәжірибе болады. Және бірінші матчта олар тағы бір басты кейіпкер Кагиямаға қарсы шығады. Тек осындай үлкен таланттың артында оған ғана емес, сонымен бірге командаға да кедергі келтіретін үлкен эгосы бар. Ол эго Кагияманың өзіне ғана емес, командамен сөйлесуіне де кедергі келтіреді. Кагияма кез келген сәтсіз әрекет үшін адамдарды сөзбен жеп тастайды. Мұндай жарқын образ Хинатаны қатты қорқытады, бірақ барлық күшін жинап алаңның патшасына қарсы тұра алады. Хинатаның амбициясы қаншалықты үлкен болса да, оның командасы осы алаңдағы кез келген адамнан әлдеқайда әлсіз болады. Сондықтан Хинатаның командасы бірінші матчта ұшып кетті. Бірақ ол өзінің керемет жылдамдығы мен секірулерімен Кагияманы қызықтыра алады. Турнирден шыққаннан кейін Хината көзіне жас алып, Кагиямаға қандай да жағдай болмасын, одан басып озып, оны жеңетінін айтады. Содан кейін орта мектепті ауыстыратын уақыт келеді. Хината әрине Карасунаны таңдады. Ол осы уақытқа дейін бұрынғыдай күшті деп саналмады, және волейбол залына кіргенде Хината өзінің командаласы Кагияманы көреді. Бұл оған ұнамайды, өйткені ол Кагиямамен бір алаңда тұруды емес, оны жеңуді пландаған еді. Сол кезде оларға Кагияма мен Хинатаның алдыңғы ойынын көрген орта мектеп оқушылары қуанып жақындайды. Хината оларға бойы кіші болғанымен бәрінен жоғары секіретінін және міндетті түрде сол команданың асы болатынын айтады. Бұл сөздер Кагиямаға ұнамады және олар ұрса бастады. Сосын екеуі бірге бір қарсы ойнайды. Орта мектеп оқушылары оларды тоқтатуға тырысты, бірақ екеуі оларды тыңдамады. Соңы Хинатаның допты сәтсіз қабылдауына байланысты меңгерушінің басына тиюмен аяқталады. Екеуінің ұрысы команданы сәтсіздікке ұшыратады. Сол үшін Савамура есімді команданың капитаны оларды қуып жіберуге шешім қабылдайды, және олар шынымен команда екенін түсінгенше бұл жаққа кірудің қажеті жоқ екенін айтады. Шын мәнінде ол екеуін сәл салқындату үшін және бір-бірін қатты сынамау үшін оларды бір күнге жаттығудан алып тастағысы келеді. Бірақ Кагияма оны шын қабылдап және Хината екеуі команда екенін дәлелдеу үшін 2-2 ойнауды ұсынады. Бұл идея капитанға ұнады, бірақ ережелерді ауыстыруды шешеді. Жұпта Хината мен Кагиямаға өте жігерлі Танака деген ойыншы беріледі, ал Савамура өз қарсыластарының командасына барады. Матч сенбіде өтеді, сондықтан олардың дайындалуға уақыты бар, бірақ командамен бірге олар жаттығуға болмайды. Сондықтан олар өздері бірдеме ойлап табу керек. Сонымен қатар, егер Кагияма бұл матчта жеңіліп қалса, онда ол 3-ші курсқа дейін байланыстырушы бола алмайды, және олармен бірге таңғы сағат 5-те залға келген Танака командаға көмектесуге шешім қабылдайды. Сонымен қатар оларға команданың негізгі байланыстырушысы және вице-капитаны Сугавара қосылады. Бастапқыда Кагияма тек Танакаға пастар бергісі келеді, өйткені ол Хинатаны әлсіз ойыншы деп санайды. Ол тіпті допты қалыпты қабылдай алмайды, сондықтан Хината допты қабылдауды үйренгенге дейін бермейді. Оған Сугавара көмектеседі. Ол үзіліс кезінде Хинатаға допты қабылдауды үйреткен. Оның төзімділігін Кагияма байқайды. Содан олар көшеде кешке дейін жаттығады. Кейін жаңадан келгендер оларға жақындайды. Олар сол сенбі күні ойнайтын команда. Есімдері Ямагучи мен Цукишима болатын. Цукишима өте биік орталық блоктаушы. Оның волейбол ойнауға деген ерекше ұмтылысы жоқ. Сондықтан мақсаты бар Хината мен Кагияма оны ашуландырады. Қалған күндері балалар қатты жаттығып, Хината допты қабылдау техникасын жетілдіре алады. Оның керемет табандылығы Кагиямаға ұнады, сондықтан ауыр жаттығулардан кейін ол Хинатаға пас беріп марапаттайды. Демек, бұл деген матч кезінде ол онымен бірге ойнайтынын білдіреді. Матч күні басталады. Бастапқыда бәрі плюс-минус бірдей ұпай болады. Бірақ бір сәтте Цукишима Кагиямаға моральдық қысым жасай бастайды, және ол Хинатаға неге алаңның патшасы деп ат қойғанын түсіндіреді.
Белгілі болғандай, орта мектеп турнирінде Кагияма командасы да көп жетістікке жете алмаған, және бұл Кагияманың кінәсі болған. Өйткені ол жолдастарына қатты қысым жасаған соншалық, олар оған төтеп бере алмады және онымен ойнауды тоқтатады. Бұл әрекеттері Кагиямаға қатты соққы береді, және осы оқиғадан кейін ол жылдам пас беру техникасын тоқтатты, өйткені оның командасы ол пасқа үлгере алмады. Ал король лақабаты оған мүлде мақтаныш емес, өйткені бұл дегеніміз Кагияма барлық командасы бас тартқан эгоист патша дегенді білдіреді. Бір сәтте Хината Кагиямаға жылдам пас беруді мәжбүр етті, және ол гол соқпаса, бұл сәт Кагиямаға Хинатаның кез келген жылдам пасын қабылдай алатындығын көрсетті. Бірақ Хинатаның техникасы нашар болғандықтан Кагияма жоспар құрады. Ол Хинатаның оған толықтай сеніп, оған пас беретініне бермейтініне қарамастан тек қана секіруін айтады. Ал Кагияма тек қана гол соғатын пастарды беретіні белгілі. Нәтижесінде Хината Кагияманың жылдам пасынан бірінші рет гол соғатын жалғыз адам болады. Бірақ Хинатаның соққысы кезінде оның көздері толығымен жабулы екенін көріп, бәрі таңқалады. Бұл біріншіден Кагияманың допты керемет нүктесіне дейін беруін, екіншіден Хинатаның сенімділігін көрсетеді. Өйткені Кагиямаға әлі ешкім толықтай сенбейтін еді. Хинатаның потенциалын сезініп, түсініп, ол өзінің пасы арқылы Хинатаның ойынын келесі деңгейге көтеретінін айтты. Хината өзінің керемет жылдамдығын пайдаланып, Цукишиманы басы бозды, және Кагияманың жылдам пасының арқасында оның блогын жеңе алды. Осы сәттен бастап ойын Кагияманың бақылауында болады. Ол Хинатамен жылдам пастарды қолданады және Танакаға жай пастарды да береді. Нәтижесінде олар осы матчта жеңіске жетіп, балаларға жаңа формаларын береді. Осыдан кейін олардың командасының кураторы Такеда залға келеді. Ол жаттығу матчын ұйымдастыра алғанын және префектураның ең мықты мектептерінің бірі Сейдзоға қарсы ойнайтынын айтады. Бірақ олар тек бір шартпен ойнауға келіседі. Мұндай күшті командаға қарсы ойнау мүмкіндігі сирек кездеседі. Сондықтан Сугавара оның командасы күшейе түсу үшін оның орнына отыруға қарсы болмады. Содан кейін Савамура бастапқы құрамды жариялайды. Барлығы Хинатаның орталық блоктар позициясына қойылғанына таң қалады. Бұл позицияда бой маңызды, бірақ оның ойындағы міндеті мен қызметі мүлдем басқа. Хината қарсылас командаға ыңғайлы жем болады. Оның міндеті доптарды соғу және өзіне назар аударту. Хината өзінің керемет жылдамдығына байланысты, бұл оған допты соғуға немесе сол допты басқа шабуылдаушыларға соғуға мүмкіндік береді. Ал Хинатадан қорғаныс кезінде керемет блоктар күтілмейді. Оның міндеті допты ойынға қайтару және қарсы шабуылды қолдану үшін допқа қол тигізуге тырысу. Ол қатты қобалжиды. Бұндай қобалжуды оның командасы күтпеген еді. Матч кезінде Хинатаның қобалжуы бітпеді. Соның салдарынан ол өз командасын бірнеше рет сәтсіздікке ұшыратады. Ойынның кезінде ол Кагияманың басынан доппен ұрып жібереді. Бұл қателігі өлімнен де жаман саналады. Бірақ Кагияма оны қолдауға тырысты. Демек, ең қорқынышсыз артта қалды. Сонымен қатар оны Танака жігерлендіреді. Нәтижесінде олар бірінші партиядан ұтылады, бірақ Хинатаның уайымы осыдан кейін жоғалады. Екінші партияда Кагияма мен Хината ақыры өздерінің жылдам пас берулерін қолдана бастайды, бірақ бұны қарсыластар күтпеген еді. Карасуна бұл бастаманы қолға алады және команданың барлық мүшелерінің күш-жігерінің арқасында олар екінші партияны жеңіп алады. Осы сәт командалық рухты көтереді. Тек Кагияманың командаға әлі ерте қуанбауын айтады, өйткені қарсы командадағы байланыстырушы қосалқы ойыншы екенін айтады. Капитан байланыстырушы және Сейдзоның ең жақсы ойыншысы жарақат алып, ол енді ғана ойынға қосылу үшін өз командасына келеді. Оның есімі Айкава. Және Кагияманың айтуынша ол орта мектепте оның сэмпайы болған, және Кагияманың кейбір әдістері Айкавадан алынған. Хината мұны жүрегіне жақын қабылдап, және сэмпайды король алаңының ұлы патшасы деп атай бастайды. Екінші, үшінші партия Карасунаның бақылауында болады. Тек ауысуға шыққан Айкава ойынның бағытын толығымен өзгертеді. Ол басы істейтін байқағыш ойыншы. Сонымен қатар Айкаваның доп беруі таңғаларлық, және оның арқасында ол эйс жасай бастайды. Яғни ұпайды подачаның көмегімен жинайды, және Хинатаның допқа қолын тигізуінің арқасында олар шабуылға көшеді. Ойынның барысында Кагияма мен Хината Айкава қарсы ештеңе істей алмаған жылдам берілісті қайтадан қолданады. Соның арқасында Карасуна үшінші партияны алып, жаттығу матчын жеңеді.
Савамура егер Айкава бүкіл матчта ойнағанда, онда олар жеңіске жетуді армандайтынын мойындайды. Оған Айкаваның өзі келісіп, келесі жолы ол оларды жеңетінін айтады. Өйткені оның мақсаты Кагияманы да жеңу еді. Айкаваның өзі Кагияманың керемет талантын мойындайды, және оның пасқа келгенде бәсекелестері жоқ деп санайды. Айкаваның сөздері Савамураны қорқытпады, өйткені Карасундар толық емес құрамда ойнады. Кейін көп ұзамай оларға команданың либері Нишиноя қосылады. Бірақ сонымен бірге командада шешілмеген мәселелер бар. Атап айтқанда жаттықтырушының позициясы. Олардың бұрынғы жаттықтырушысы Икей Юкай болды. Оның басшылығымен Карасуна ең жақсы ойындарға қол жеткізген еді. Сонымен ол қандай да бір жолмен осы сұрақты шешкісі келеді. Содан бір дүкенге келіп, Кейшен есімді жұмысшыға келіп, команданың жаттықтырушысы рөлін алуды өтінеді. Бірақ ол үнемі бас тартады. Содан кейін Хинатадан да төмен ойыншы Нишиноя командаға қосылады. Тек либер болу үшін өсу маңызды емес, өйткені оның негізгі тапсырмасы топтың барлық түрлерін қабылдап команда үшін сақтау еді. Ал Нишинойдың бұл жағынан теңдесі жоқ. Нишиноя өзінің талантымен қоса керемет харизмаға ие. Бұл командаға көңіл күйді түсірмеуге көмектеседі. Кейін ол жаттығуға қосылып, ас және команданың ойыншысы Асахидің жоқ екенін көріп, командаға оралса ғана ойнайтынын айтады. Айтпақшы, алдын бұлар Карасуна Текоға қарсы матч өткізген болатын. Онда ең жақсы блоктаушылар ойнайды. Сол матчта бұл блоктаушылар Асахиді толығымен жауып тастайды және Карасунаны турнирден шығарады. Жеңілгені үшін кінәні Асахи өзі көтереді, өйткені команда оған мұқтаж болған сәтте ол оны сәтсіздікке ұшыратты деп ойлайды және сол ойы үшін өзіне сенімін жоғалтып, нәтижесінде ол командадан кетеді. Ал Нишиноя сол кезде оны қайтаруға тырысады және онымен сөйлескенде мектеп завучының вазасын сындырады. Сондықтан ол командадан бір айға шеттетіледі. Ешкім Асахиді қайтарып ала алмады. Сондықтан оған команданың ең жақсы ойыншысы кім екенін көру үшін Кагияма мен Хината барады. Хината Асахиге оның шабуылына тосқауыл қоюдан қорқатындығын айтады. Бірақ ол әрдайым алаңның қарама-қарсы бөлігінің жоғарыдан қалай көрінетінін көргісі келеді. Ал Кагияманың керемет пасының арқасында ол әлі де жоғарыдан көріністі тамашалай алатынын айтады. Оның сөзі Асахидің ойында қалып кетеді. Осыдан кейін Такеда командаға келіп жаттығудың соңғы аптасында тағы бір жаттығу матчын ұйымдастыра алатынын және олар Токионың ең жақсы командасының бірі Некомаға қарсы ойнайтынын айтады. Бұрын Карасуна мен Некоманың қарсыласуы принципті болып саналатын. Тіпті оның атауы да болды. Атап айтқанда қоқыстағы шайқас. Бірақ біраз уақыттан кейін олардың атақтарынан ешқандай да із қалмады. Карасуна десе халық әрдайым қарғамен байланыстыратын болды. Ал команда айтарлықтай ойнамағаннан кейін адамдар Карасунаны құлаған қарғалар деп айта бастады. Сонымен қатар Некома мен қақтығыс алаңдағы жаттықтырушылардан бастау алатын. Некома командасының жаттықтырушысы Некомата еді және оның Укаймен шайқасы көптеген жылдарға созылды. Такеда осы матчты ұйымдастыруға көп күш жұмсады, бірақ бұл жай ғана емес еді. Өйткені көп жағдайда мұның бәрі командаға жаттықтырушы ретінде Кейшенді тағы бір рет шақыру еді. Өйткені ол Икейдің немересі және ол бұрын волейболшы болғандықтан оның білімі командаға көп көмегін тигізеді. Сонымен қатар Такеда өзінің аты аңызға айналған тегі командаға күш-жігер қосады деп сенеді. Бастапқыда ол Карасунамен ешқандайда байланысқысы келмеді, бірақ олардың Некомаға қарсы ойыны бар екенін біліп, ол бірден шешімін өзгертті және команданы осы матчқа дайындауға уәде береді. Тек матчтан кейін ол жаттықтырушы қызметінен кетеді. Алғашқы жаттығу ретінде ол өзінің аудандық волейбол командасын алып келеді. Бұл Карасунаның бұрынғы ойыншылары, олар жұмыстан кейін бірге ойнайды. Карасунаның командасы олармен ойнау керек, тек Кейшен ойынға қарап тұрады, сондықтан ойнай алмайды. Сонымен қатар оларда тағы екі ойыншы жоқ, өйткені олар ойынға қатыса алмайды. Олар жұмыстан бас тарта алмады. Сондықтан оларға командаға 3 ойыншы қосу керек болады. Олар Нишиноя және Сугавараны байланыстырушы ретінде бірінші болып алады. Ал үшінші ойыншы Асахи болады. Ол әлі де өзін жеңіп жаттығуға келеді. Осымен біздің бірінші сезонның бірінші бөлімі бітті. Егер ұнап жатса, екінші бөлімін міндетті түрде шығаратын боламыз. Сіздер міндетті түрде каналға жазылып, қолдау көрсетіп, лайк басып, коммент арқылы ой пікіріңді бөлісіп кет.